Фалақ сүресінің дұрыс оқылуы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл а'удhu birabbil falaq. Мына бираббил деп мына лыға кіріп кетеміз. Бираббил фалақ. Қоф әрпін тербетіп оқисыз. Фалақ деп тіремейміз де. Фалақ. Мин деп нығып оқымаймыз. Мин сәл ың әрпіндей сияқты. Мин шәрри. Жіңішке шарри емес те. Мин шәрри мә холақу. Хо жуан, лә жіңішке, қоф жуан. Холақу. Мин шәрри мә холақу. Ва мин шәрри ғасиқин إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. мына жерде غاسق إذا وقب. ومن шәррин ныға кіріп кетеміз. ومن шәррин нәффә. Тағы да бір нүмен. Нәффәсәти фил. Мына жерде фил деп созбайсыз. Мынау өзі жеке тұрса созылады. Бірақ одан кейін осындай лы келетін болса, әлиф пен ләм кіріп кетеміз. Фил уқад. ومن شر حاسد إذا حسد. Бұл сүрені күнде таңертең және кешке оқып, 3 рет болсын, 7 рет болсын, қолыңызға үрлеп, үстіңізді сипаңыз. Яғни бұл шифа сүрелер. Мысалы, мынаның өзінде, мына аятта сондай-ақ күн деген кездегі күншілдерін, яғни сондай хасад қылатын адамдарды, қызғаншақ адамдарды, адамды сондай бір көре алмайтын адамдардың сондай бір олардың зиянынан, кесапатынан қорған тілеймін деген сияқты. Пайдалы болсын.